Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің несиелері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру ұсынылады. Инвестициялық бағытта 20 миллионға дейін несие алған кәсіпкерлерді субсидиялау 3 жылға дейін жалғасады. Қалада несиенің сыйақы мөлшерлемесі 6%-дан, ал моно және шағын қалаларда елді мекендегі несиенің сыйақысы 5%-дан аспайды. Ал айналым қаражатын толықтыру мерзімі 2 жылға дейін жалғасады. Мұндағы несиенің ең жоғарғы сомасы 5 миллион теңге. Аталған қолдауға тек азық-түлік саудасы және барлық саладағы кәсіпкерлер ие бола алады. Осы бағыттағы кәсіпкерлер 85% мемлекеттік кепілдік ала алады. Несие барлық екінші деңгейлі банктен беріледі. Тағы бір мүмкіндік. Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде мемлекеттен сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау ұсынылады. Экономиканың басым секторларында өзінің тиімді жобаларын іске асыратын немесе іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкер, сондай-ақ индустриялық, инновациялық қызмет субъектілері инвестициялық бағытта 3 миллиардқа дейін, ал моно және шағын қала, ауылдық елді мекендерде 1,5 миллиардқа дейін несие алған жағдайда субсидияға қатысуға мүмкіндігі бар. Субсидиялау мерзімі 5 жылға дейін, ал айналым қаражатын толықтыру үшін 500 миллионға дейін несие алған болса, субсидиялау мерзімі 3 жылға дейін. Кәсіпкерлерді немесе индустриялық, инновациялық қызмет субъектілерін қолдау бойынша ішінара кепілдендірудің де өз шарттары бар. Егер ісін жаңа бастаған кәсіпкер 360 миллион теңгеге дейін несие сомасымен жобаны іске асырған жағдайда ғана 85%-ға дейін кепілдік беріледі. Ал кәсіпкердің несие сомасы 1 миллиард теңгеден аспаған жағдайда 50%-ға дейін кепілдік беріледі. Толық ақпаратты кәсіпкерлік және сауда басқармасы, қала және ауданның кәсіпкерлік бөлімдері, даму кәсіпкерлікті дамыту қоры, даму кәсіпкерлікті дамыту қорының 1408 кол орталығы және барлық екінші деңгейлі банктерден алуға болады. Сондай-ақ Маңғыстау.бизнес, фонд даму Instagram парақшаларында жарияланады.